Құрметті оқырмандар, бүгін сіздерге Қанарбай ата, Ерлер ата, Бедер ата туралы қысқаша аңыздары жайлы таныстырып өтемін. Бедер ата туралы аңыз. Ұйқыдағы арудың тағдыры. Мен тұратын жер Қызылқұмның кеңдігінде орналасқан. Бір секундта жолдарды көметін құм төбелері, кейбір жерлерде тауларға іргелес жатыр. Осы таулардың арасында адамды таң қалдыратын табиғат ғажайыптары бар. Оны көрген адамның санасы ұшып кетеді. Тек тастардан тұратын мына төбелердің арасында ұйқыдағы ару деген тас бар. Ол туралы аңызды көрші анамнан естідім. Бір байдың 3 қызы бар. Тіпті өз анасы да қыздарының сұлулығына тәнті. Олар жұмыстан қолы босаса да, әкесі үнемі қыздарының үстінен шағымданады. Маған ұл керек, бір ұл туа алмадың, деді ол әйелін ұрып жатып. Қыздар ата-анаға мейірімді, ақылды болып өседі. Бір күні бір бай досының үйіндегі тойдан келіп, қызының тілін бүлдіреді. Сенің кесіріңнен басымды ұстай алмадым. Достарымның бәрінің де әкесіне тіреуші болған ұлдары бар. Сен маған тек қиындық әкелесің. Бұл сөзді естіген қыздардың жүрегі шыдамай, әкесіне қарай сөз қайтарды. Әке, айтыңызшы, қай баладан біздің кем жеріміз бар? Сіздің ұлды болмағаныңызға біз кінәліміз бе? Әлде сіз бай болып, біз байдың қызы болғанымыз үшін кінәліміз бе? Көршіміздің баласы жүргеніне бірнеше жыл болды, бірақ олардың қатты сөйлегенін көрген жоқпыз. Сіз менің анамды үнемі қорлайсыз. Құдайға шүбә келтірмеңіз, қыздарыңыз бар, деп айғайлады үлкен қызы. Сонда әкесі, көз алдымнан кет бәрің. Мен 10 қыздан бір ұлды артық көремін, деп айғайлады. Бұл сөздерді естіген анасы бұрышта жылап жіберді. Күндер айға, айлар жылдарға айналып, уақыт өте берді. Бай қыздарына бір күнде күн бермеді. Анасы бұл азаптан әбден қажыды. Ақыры ауруы күшейіп жатып қалды. Әкесінің қорлығынан езілген анасын көріп, қыздар шыдай алмай, бұл көрініске сарғайып кетті. Сонда олар: «Уа құдіретті Раббым, бізді жаратқаныңдай, бізді өзіңе қайтаршы. Бірақ әкемізге бір белгі қалдыршы. Әр көрген сайын бізді есіне түсіріп тұрсын. Оның дертін ешбір жақпамай емдей алмайды», деп ыңырси жылады. Әкесі достарымен аңға шыққан күні анасы ажал құшып бұл дүниені тастап кетті. Қазір қыздар дем алуға қорқады. Сол күндері байдың ақылды досы осындай кеңес береді. Қыздарыңыздың бойы жетті. Оларды бұлай қинамаңыз. Менің бір ұлым бар, алайда ол маған да анасына да ұқсамайды. Нашар тәрбие. Қыздарыңды көргенде алдына тұрып, бұлар періштенің ұрпағы ғой, дедім. Менің ұлым есін жиса, қыздарыңыздың біріне үйлендіретін едім, деді. Бұл сөздер байдың құлағынан кіріп қайта шығып кетті. Көп ұзамай бай үйленеді. Осының кесірінен оның қыздары қатты қиналады. Аллахым, бізді неге сонша қинадың? Сары шашты қыз болып дүниеге келгеніміз, бұл біздің күнәміз бе? Деп қиналған қыздар тастардың арасынан ағып жатқан бұлақтың жанына киім жууға тоқтады. Сол кезде қатты жел соғып, апасының құшағына кіріп, апа-сіңілдер бір-бірін құшақтап тасқа айналды. Қыздарының тасқа айналғанын көрген әке ыңырси жылады. Оларға барып тізерлеп жылады. Бірақ кеш болды. Сөйтіп байдың байлығы оған бір күнде де жарымады. Ол жынды адамға айналды. Нәтижесінде құл болып құлға айналды. Бұл өнер табыс па, аңыз ба білмейміз. Ұйқыдағы ару тасы әлі күнге дейін Ұшқұдық маңындағы Бедер ата зияратының аумағында жатыр. Табиғат ғажайыбының арқасында тастар ұйықтап жатқан сұлуды еске түсіретіндей етіп жасалған. Аңыздарға қарағанда бай әке әлі түннен таңға дейін ояу жүреді. Сол себепті киелі мекен халық тілінде Бедер ата деп аталады.
Қызылқұм тылсымға бай, мыңдаған жылдар бойына осы өлкелердің қойнауында мәңгілік қоныс тепкен қасиетті пайғамбарлар туралы ауызша аңыздар мен ертегідегі мәліметтер ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Сондай адамдардың ішінде әулие атанған Қанарбай әулиені облысымыз ғана емес, көршілес елдер де жақсы біледі. Ұшқұдық ауданы орталығынан 120 шақырым жерде Ұзынқұдық шаруа қожалығының маңында Қызылқұмда орналасқан Қанарбай ата зияраты өңіріміздегі бар тарихи орындардың бірі. Бұл жерде әулие ретінде танылған әулие Қанарбайдың бейіті бар. Білімін игі істерге жұмсап, халық арасында үлкен құрметке ие болған бұл тұлға таяу заманда өмір сүргендіктен ол кісі туралы біраз деректер келтіреміз. Айбасұлы Қанарбай 1836 жылы аудандағы Ұзынқұдық елді мекеніндегі Аюртен құдығы маңында дүниеге келген. 10 жасында әкесінен жетім қалады. Оқуға шамасы келмегендіктен етік тігуді үйреніп, халыққа қызмет етті. Сонымен бірге діни білімі бар адамдардан хат алып, діни білімін арттырды. Шаруашылық арқылы өтетін керуендерге қарап, үлкен қалаларға барып білім алуды, кәсіп үйренуді армандаған. Тынымсыз талпыныс, шын жүректен қалаған тілек керек. Әулие Қанарбай керуен басына қызметші болып жалданып, керуенге қосылып Бұхараға келеді. Кейін армандағаны Мир Араб медресесінде оқи бастайды. Оқу барысында зерделілігі мен біліктілігі мен ұстаздары мен қатарластарының құрметіне бөленді. Бір күні ұстаз шәкірттерді медресеге жинап алып, құдықтан елекпен су әкелуді бұйырады. Барлық оқушылар мұғалімнің бұйрығын орындауға асығады, бірақ олардың ешқайсысы орындай алмайды. Сол кезде Қанарбай ата үйретілген дұғаларды қатесіз оқып, елекке су құйып, ұстазына әкелді. Осы оқиғадан кейін Қанарбай атаны медресе ұстаздары мен шәкірттері әулие деп таниды. Медреседегі оқуын бітіріп, ауылына оралып, аяқ киім тігумен айналысты. Сонымен бірге ұзақ жылдар бойы халық арасында ғылымды, өнерді, ізгілікті насихаттады. Қанарбай ата 1899 жылы 63 жасында қайтыс болды. Сол түні түсіне мені бөлмемнің қасына жерлеңдер, дәрет алсаң тиісті молда келіп намаз оқиды. Көңіл айтуды оның айтқанындай туыстары ұйымдастырады. Жұрт жиналса, Бұхарадан молда келіп жаназа оқиды. Мұны көргендер шошып кетеді. Өйткені Бұхара мен Обылдың арасы ат үстінде 7 күндік жол болатын. Иә, өнегелі ғұмыр кешкен Қанарбай әулие асқақ қасиеттеріне тағзым еткен мыңдаған адамдар ол туралы әрдайым жақсы сөздер айтып, есімін ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отырады. Аудандағы Алтынтау ауылынан шығып, төбеден 5-6 шақырымдай шығысқа қарай жүрсеңіз, Ерлер атаның киелі жеріне жетесіз. Таудың қақ ортасында орналасқан бұл жер таза ауасы мен әсем табиғатымен көз тартады. Ең бастысы бұл жерде тастардың ортасынан ағып жатқан бұлақ бар. Суы игі адамдардың назарынан тыс ластанбауы үшін су бұрқақтың айналасы құдық түрінде жасалған. Мұнда қысы-жазы су болады. Бұл су тіршілігі құбыр арқылы дәл төменде орналасқан тоғанға ағады. Ерлер ата зияратына көп адам келеді. Келген емделушілер бұлақ суынан сусындап, сырқаттан айыққандай жеңілдеп жатыр. Өйткені мұндағы топырақта күміс көп. Алланың жарылқауы осы топырақтан мөлдір су ағып жатыр. Ерлер ата шын мәнінде кім болды? Бұл Ерлер ата араб ұлтынан шыққан азаматы. Діни және дүние танымдық білімі күшті болғандықтан араб халифаты Орта Азияға исламды насихаттауға жіберген деседі. Ол өмірінің көп жылын халық арасында ислам дінін насихаттауға арнап, қартайғанда осы тауды өз үйіне айналдырды. Сондай-ақ Ескендір Мәтжүсіп ұлының қасиетті өлкем Қызылқұм, киелі өлкем Қызылқұм атты кітабында осы өңір туралы мынадай баяндалған. 8 ғасырларда Хорезм хандығында Аяз есімді батыр жігіт өмір сүрген екен. Ерлігімен аты шыққан бұл жігіт хан қысымына, озбырлығына қарсы шыққан құлдардың басшысы. Көтеріліс кезінде ханның қызы Аяздың ерлігіне тамсанып, жігітке ғашық болады.
бірақ ханшайым әкесінің оны күнге үйлендірмейтінін білген. Сондықтан ол Аяздың өзімен бірге қашуын сұрайды. Қақтығыстарда үлкен шығынға ұшыраған көтерілісшілер Түркістан облысына қарай қашады. Бірақ хан сарбаздары оларды қуып тыныштық бермеді. Ақырында бас көтерген құлдар қазіргі Алтынтау кеңшарына қоныстанып, бір топ ержүрек жігіттер оларды жетектеп, осында тау арасына тығылады. Одан кейін бұл ауыл Құлқұдық ауыл маңындағы тау Ерлер тауы деп аталады.